Дәл қазіргі таңда осы видеоны басынан аяғына дейін толыққанды көріп, түсінбеген жерінде өзінің сұрағын қойған адам ғана ұтады. Ал егер де бастамай жатып қоя салатын болсаңыз, баяғы жартас сол жартас болып қала бересіздер. Қазіргі таңда миллиондап ақша алып жатқан кімдер? Кезінде әрекет жасап, шешім қабылдаған адамдар. Сіз де қазіргі таңда шешім қабылдадыңыз, әрекет жасап, осы видеоны көріп жатсыз. Енді сіз өзіңіз ойланыңыз, қазіргі таңда миллиондап ақша табу үшін не істеу керек? Иә, бизнес ашу керек. Бірақ бизнестің екі түрі бар. Кәдімгі дәстүрлі және де интернет бизнес. Дәстүрлі бизнес дегеніміз ол деген ресторан ашу, кафе, салон красоты, шаштараз, СТО деген секілді. Ол жерге миллиондаған қаражаттар керек. Одан қалды су, свет, газ, налог және де басқа адамдар айлық төлеу керек. Ал мен сізге үйде отырып онлайн түрде WhatsApp арқылы ақша табудың бір жолын көрсетейін. Енді сіздердің қазіргі таңда ақшаға тәуелді екендеріңіз белгілі. Сіздер бизнес бастағыларыңыз керек, бірақ ақша жоқ. Бірақ сіздер былайынша да үйлеріңізге неше түрлі сабын, шампунь, зубная паста, зубная щетка, өзіңізге керекті витаминдер, неше түрлі тауарларға ақша жұмсап жатсыздар. Яғни сіздер жай ғана потребительсіздер. Ал егер де дәл сол тауарларды белгілі бір компанияға тіркеліп, зауыттың бағасымен алатын болсаңыздар, және де өздеріңіз зауыттың бағасымен алып, компанияның берген сыйлықтарын алып, төлеген сомаңыздан 10% ақшаңыз өзіңізге қайтып келетін болса, сіз өзіңіз умный покупатель бола тұра, өзіңіз секілді умный покупательдерді шақыратын болсаңыз, сізге компания ертең миллиондап ақша төлейді десем. Иә, 2021 жылдың қорытындысы бойынша 4 миллиард евродан астам тікелей сауда-саттықтан Oriflame компаниясы бірінші орынға шықты. Одан бөлек, қазіргі таңда Oriflame компаниясы 100% түскен доходтан 86% доход, яғни 3 миллиард евродан астам ақшаны сіздермен біздерге беріп жатыр. Осы ақшадан сіздің де үлесіңіз бар. Бұл жерде ешқандай көше аралап басқа біреуге ақпарат беру емес. Өзіңіз умный покупатель болыңыз, және де өзіңіз секілді умный покупатель шақырыңыз. Және де бұрындағыдай 50 адам шақырып барып айлыққа шықпайсыздар. Бар болғаны өзіңіз секілді 3 умный покупатель. Бар болғаны. Және де олар өздерінің 3 покупательден шақыра береді. Бұл сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг он был, он есть, он будет. Және де Oriflame компаниясында сіз жасамасаңыз, сіздің орныңызға басқа бір адам жасап кете береді. Басқа бір адам айтқан ақпаратына, ой, сен жасай алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деген секілді ақпарат тыңдайтын болсаңыз, ол сіздің тағдырыңыз. Мен өзім тек қана миллионерлерді тыңдадым, және де аз уақыттың ішінде миллионер болдым. Және де мен секілді ақпарат тыңдап келген адамдар өздерінің өмірлерін өздері құрастырып жатыр. Сіздің өміріңіз тек сіздің қолыңызда. Жасамайтын болсаңыз, сіздің орныңызға басқа адам келіп жасап кете береді. Сіздің арманыңызды басқа бір адам орындаған сізге қолайлы емес. Әркім өзінің шешімін өзі қабылдайды.